Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ерекше нәзік әрі мерекелік тәтті павлованы қалай дайындағанымды көрсеткім келеді. Бұл десерттің өзі кілегейлі болт сияқты, сырты қытырлақ, іші жұмсақ зефирге ұқсайды. Шындығында павлова көп адам ойлағандай қиын емес, тек кішкене шыдамдылықпен дұрыс кеңестерді ескерсеңіз болды. Алдымен бізге қажет болатын өнімдерді айтайын. Жұмыртқаның ақуызы, қант, аздап жүгері крахмалы, сірке суы немесе лимон шырыны. Сосын үстіне әдемі кілегей және әрине әртүрлі жемістер. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызын дұрыстап шайқаудан бастаймыз. Жұмыртқаның сарысы мүлде араласып кетпеуі керек, тіпті кішкентай тамшысы түссе де ақуыз көтерілмей қалады. Сондықтан абай болыңыз. Ал ыдыс пен миксердің қалақтары да өте таза әрі құрғақ болуы қажет. Енді ақуызды шайқаймыз. Алдымен жай жылдамдықта көбіктендіреміз, содан соң біртіндеп қант қосамыз. Қантты асықпай аз-аздан салып отырған дұрыс. Егер бірден салып жіберсеңіз, қант толық ерімей, безенің ішінде қытырлап қалады. Дұрыс дайындалған ақуыз жылтыр, қою және ыдысты аударсаңыз төгілмейтін болуы қажет. Осылайша қантымызды біртіндеп салып бітірдік. Осылай ақуызымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қою, жылтыр. Енді үстіне жүгері крахмалын және бір шай қасық лимон шырынын қосып, аз ғана араластырамыз. Осы лимон шырыны мен жүгері крахмалы безеге пішім беріп, сыртынан қытырлақ, ал ішінен жұмсақ етіп шығарады. Көп шайқамаймыз, тек қана осы крахмалымыз бен лимон шырыны араласқанша сәл араластырамыз. Мінекей біздің осындай әдемі беземіз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай ыдыста төңкерсе де төгілмейді. Енді тапамызды дайындап алып, безеге пішін береміз. Үлкен бір дөңгелек қылып жасасаңыз да болады, немесе осылай бөліктерге бөліп пішін беріп жасасаңыздар да болады. Осылай кондитерский қалташаға салып, кез келген насадка салып, ортасын осылай кішкене ойық қылып жасаған дұрыс. Шетін аздап көтеріп қойсаңыз, ортасы крем мен жеміске арналған алақанша сияқты болып тұрады. Кейін крем жаққанда ортасына крем толтырасыз, немесе кез келген джем немесе жеміс салуыңызға болады. Осы қоспадан менде 12 дана осындай безе шықты. Енді дайын болған беземізді пешке духовкаға пісіруге жібереміз. Пісіру кезінде асықпау керек. Пешті алдын ала қыздырып алыңыз да төмен температурада ұзақ пісіріңіз. Мен 100 градуста шамамен 2 сағаттай осылай кептіріп қойдым. Ең үлкен қателік температураны қатты көтеру. Сонда безе сыртынан күйіп, іші шикі болып қалады. Сондықтан асықпай сабырмен пісіру басты шарт. Мінекей осылай дайын безелеріміз көріп тұрғандарыңыздай өте сәтті шықты. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ зефир сияқты. Әбден суытып аламыз асықпай. Ал достар, енді ең әдемі сәті кремін дайындауға кірісейік. Мен осындай 34% сливкидің 500 мл алдым және осымен крем дайындайтын боламыз. Осы 500 мл сливкиге 100 грамдай қант ұнтағын қосып, миксермен әдемілеп араластырып крем шығарамыз. Творожный сыр немесе маскарпоне қоссаңыздар да өте әдемі қою крем шығады. Мен бұл жерде тек сливкимен ғана жасадым. Егер сізде миксеріңіз осындай қолдың миксері болса, шамамен 5 минуттай осылай орташа жылдамдықта араластырыңыз. Қантты әдеттегідей бірден сеуіп жібермей, біртіндеп араластырып тұрамыз. Креміміз дайын болды. Енді осыны қалташаға құйып, кез келген насадка салып, әрлеуге кірісеміз.
Достар, бұл тәттінің атауы әлемге әйгілі балерина Анна Павловаға арнап ойлап тапқан дейді. Достар, Павлова алғаш жасағанда әрқашан мінсіз болып шықпауы мүмкін. Мысалы, кейде жарылып кетеді, кейде ортасы қатты болып қалады. Бірақ оған көңіліңіз түспесін, ең бастысы тәжірибе. Әр рет жасаған сайын қателіктер азайып, десертіңіз әдемі әрі дәмді шығады. Мен өз тәжірибемде байқағаным, қантты жақсылап ерітпесеңіз, безек бетінде кішкене тамшыдай ылғал пайда болып кетеді. Одан сақтану үшін қантты шыдаммен аз-аздан қосқан дұрыс. Ал егер пеште тым ұзақ ұстасаңыз, десерт қатты қақ сияқты болып кетеді. Сондықтан уақытты да температураны да бақылап тұрған жөн. Қысқасы, Павлова шыдамдылықты қажет ететін десерт. Бірақ бір рет сәтті шықса, мейрам сайын жасайтын сүйікті тәттіңізге айналады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бетін сливкамен безендіріп шықтым. Ортасына кез келген джем немесе жеміс толтырсаңыз, жеміс езбесін толтырсаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Және де бетінде өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Міне достар, менің Павлова дайындаған тәжірибем осындай болды. Сіздерге пайдалы кеңестерім бар деп сенемін. Егер жасап көрсеңіздер, міндетті түрде ойларыңызды бөлісіңіздер. Мүмкін сіздердің құпияларыңыз менікінен де қызықты шығар. Осылай бетін сәндеп ұсынсаңыздар, өте керемет, ауызда еритін десерт. Достар, барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Видео қызықты болған болса, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, лайк басып кетуді де ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.